Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай макаронның рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен біз қазанға май құйып аламыз және де оны қатты қыздырып аламыз достар. Және де қызған майымыздың үстіне біз кубик-рубтай туралған пиязымызды салып, оны қызартып қуырамыз. Неге қарап тұрғандарыңыздай дәл осылай шашпастан әдемілетіп қуырып аласыздар. Біздің пияздарымыз қызарғаннан соң достар, біз оның үстіне кубик-рубтай туралған бұрышымыз, яғни перецті салып, онда қуырып аламыз достар. Неге дәл осылай 5 минут қуырсаңыздар жеткілікті болады. Және де оның астын өте баяу етіп қойыңыздар. Енді оның үстіне біздің осындай тартылған ет, яғни фаршымызды салып, оны да қуырып аламыз. Оны енді оттың астын төмендетпей жоғарылатып қуырып, оның үстіне 2 ас қасық тұз салып, және де қуырамыз. Және де оның үстіне біз тағы да томат пастасын қосамыз достар. Тағы да қызартып араластырып, картоп пен сәбізімізді салып, оның үстіне су құйып, оны қайнатамыз достар. Неге? Оған дейін біз пешке макарондарымызды қызартып күйдіріп аламыз. Неге менде күйіп жатыр қызарып. Енді қайнап тұрған судың ішіне макарондар салып, пісіріп аласыздар. Неге достар, макарон дайын.